Балаға дем салу, тыңдасын, мінезі түзелсін, бірінші қадам. Ниет алдымен ниет ет. Я, Алла, баламның жүрегін жұмсарт, ақылын аш, мені құрметтейтін, сені разы ететін құлың ет. Екінші қадам. Оқылатын аяттар оң қолыңды баланың басына, немесе кеудесіне қойып, жай дауыспен оқы. Бірінші Фатиха сүресі бір рет, екінші Аятул Курси, бір рет, үшінші Ихлас, Фалақ, Нас әрқайсысын бір рет әр оқығаннан кейін алақанына жеңіл үрле де, басынан сипа. Үшінші қадам. Арнайы дұға өте күшті, осы дұғаны үш рет айт. Аллахумма иди қалба олади, уасалих ахлақаху, уажалху мин ибадика салихин. Мағынасы. Уа, Алла! Баламның жүрегін тура жолға сал, мінезін көркемет, оны салиқалы құлдарыңнан қыла көр. Төртінші қадам. Қазақша дұға соңында өз тіліңмен айт. Я, Алла! Баламның жүрегіне иман, тіліне әдеп, ісіне береке бер. Тыңдайтын, түсінетін, ата-анасына құрметті бала ет. Ашуын сабырмен алмастыр. Әмин. Қай уақытта оқыған жақсы? Ұйықтар алдында таң намазынан кейін, бала ұйықтап жатқанда да болады, ең маңыздысы. Ашумен емес, жылап емес, үмітпен оқу Алланың, әке-шешенің дұғасын қабыл етеді.